Алтайдың Қосағаш деген ауданында Қара ат қамаған деп аталатын жартас бар. Жергілікті халық бұл жартасқа мұндай атаудың берілуін аңыз қылып айтады. Қамалға ұқсас бұл жартас атақты бәйге атының құрметіне қойылғанмыз. Ерте заманда қазақтар мен қалмақтар бірігіп ас береді. Ол қазақтар мен қалмақтардың іргелес қоныстанып, ауылы аралас, қойы қоралас жататын кезі екен. Қазақтың атақты биі Әймембеттің алдына ат салып көрмеген, бәйге бермес қара ат деген сәйгүлігі болады. Кезек бәйгеге келгенде 300 аттың ішінен ытқырылып алға суырылып шыққан қара ат өзгелерден қара үзіп үлгерді. Бұған заланған қалмақтар қара аттың жолын тосып, қаскөйлік жасап, оны жартасқа қамайды. Тектілігі тәңірінен емес пе? Жанынан құйындатып, дүркіреп шауып өтіп бара жатқан аттардың тұяғының дүбірін естіген қара ат жартастың қақпасын жапқан қара тастан секіріп өтемін дегенде үстіндегі шабандоз бала мұрттай ұшады. Ал қара ат болса алдына түскен аттарды жетіп озып мәреге бірінші болып келеді. Аттың тектілігі мен тәкаппарлығын аңыз еткен жергілікті халық бұл жерді кейін сол жүйріктің атымен атап кеткен екен.